Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 2 сыныптың математика сабағы 54-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 9-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы шамалардың мәндеріне қосу және азайту. Құрметті оқырмандар, сіздер каналға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер. Каналға тіркеліңіздер, подписаться батырмасын басып, лайк басыңыздар. 1-ші тапсырмада амалдарды орында дейді. 5 сағаттан 87 минут пен 27 минуттың айырмасын азайтқан кезде біздер 5 сағат жақшаның ішін орындап алдық. 60 минутты 1 сағатқа айналдырамыз. Сол кезде 1 сағат, 5 сағат пен 1 сағаттың айырмасы 4 сағат болып шығады. Ал енді мына жерде келесі 3 метрді орындаған кезде біздер 3 метрдан 37 сантиметр пен 63 сантиметрдің қосындысын азайтуымыз керек. Бұл жерде жақшаның іші 100 сантиметрге тең болып шықты. 100 сантиметр дегеніміз, яғни 1 метрға тең. 3 метр мен 1 метрдің айырмасы 2 метрға тең деп көрсететін боламыз. Келесіде 9 центнерден 72 килограмм мен 28 килограммның қосындысын азайтқан кезде жақшаның іші 100 килограммға тең болды. 100 килограммыз, яғни 1 центнерге тең. 9 центнер мен 1 центнердің айырмасы 8 центнерге тең. 2 тәулікке 35 сағат пен 11 сағаттың қосындысын қосқан кезде жақшаның іші бізде 24 сағат болып шықты. 24 сағат дегеніміз бұл 1 тәулікке тең. 2 тәулік пен 1 тәуліктің қосындысы 3 тәулікке тең. Келесі 50 литрден 9 литр мен 7 литрдің айырмасын азайтқан кезде бізде 50 литрден 2 литрді азайтамыз, сонда 48 литрге тең болып шықты. 400 килограммнан қосамыз 8 центнер мен 300 килограммның айырмасын. Бұл жерде жақшаның ішін орындау үшін біздер бірінші 8 центнерімізді килограммға айналдырдық. 800 килограмм. 800-ден 300 азайттық, 500 килограмм болды. Ең соңында 400 килограмм мен 500 килограммның қосындысы 900 килограмм болды. 9 килограммды центнерге айналдырған кезде 9 центнерге тең болып шықты. Бұл жерде шамаларды жағаға қарап отырып түрлендіріп жатырмыз. Жаңағы кіші бірлікке, үлкен бірліктерге түрлендіріп өзгертіп жатырмыз. Келесі тапсырмада асханаға 33 литр сүт әкелінген еді. Оқушыларға таңертең 20 литрі, ал түсте 10 литр сүт берілді. Асханада неше литр сүт қалды? Бұл жерде әкелінді 33 литр, берілді 20 литр және 10 литр. Қалды белгісіз литр. 20 мен 10-ның қосындысы 30 литрге тең. Сонда 33 пен 30-ның айырмасы 3 литр қалды. Асханада 3 литр сүт қалды деп жауап береміз. Болды бізде. Жолаушы жолда 38 сағат болды. Ол 1 тәулік пойызбен және 5 сағат автобуспен жүрді. Ал қалған уақытта ұшақпен ұшты. Жолаушы ұшақпен неше сағат ұшты? Болды, яғни жолда 38 сағат, жүрді 1 тәулік және 5 сағат, ұшақпен белгісіз сағат. Сонда бізде жақшаның ішіндегі 1 тәулікпен 24 сағатпен, яғни 5-тің қосындысы 29 сағат, 32 сағаттан 29 сағат азайтқанда 3 сағат болды. Жолаушы ұшақпен 3 сағат ұшты деп жауап береміз. Келесі есепте бір оқу жылында бастауыш сынып оқушылар 5 апта демалыс бар, ал жазғы демалыста одан 8 апта артық. Бір жылда оқушылар үшін барлығы неше апта демалыс бар деп сұрайды. Оқу жылында 5 сағат, 5 апта, ал жазғы демалыста бізде белгісіз, бірақ 8 апта артық. Бұл жерде 5 пен 8-дің қосына 13 апта дедік. 13-ке 5-ті қосамыз, 18 апта. Ал өрнек түрінде көрсететін болсақ, 13-ке 5 пен 8-дің қосындысын қосамыз, 18-ге тең. Сонда барлығы 18 апта демалыс бар деп көрсететін боламыз. Келесі тапсырма бізде кестелер бойынша теңдеулер құр дейді, оларды шеш. Бірінші қосу бойынша теңдеулеріміз x пен 17-ның қосындысы 57-ге тең. 57 мен 17-ның айырмасы 40-қа тең. 40 пен 17-ның қосындысы 57-ге тең. 57 тең 57-де көрсетеміз. 12 мен y-дің қосындысы 81-ге тең. 81 мен 27-ның айырмасы 54-ге тең. 27 мен 54-дің қосындысы 81-ге тең. 81 тең 81 де көрсетіп қоямыз. Енді азайтуға байланысты теңдеулерді шығарайық. Бұл жерде u мен y пен 38-дің айырмасы тең 52-ге. Бұл жерде белгісіз анықтау үшін 52-ге 38-ді қосамыз. Мәні 90-ға тең. Бұл жерде өзгертуге ұмытып кеткенмін. 90 азайту бізде неше болады? 38.
тең болады 52. 52 тең 52 болып шығады. 52 тең 52. Келесі екінші теңдеуде 73 пен x-тің айырмасы 28-ге тең. 73 пен 28-дің айырмасы бізде 45-ге тең. 73-тен 45-ті азайтқанда 28-ге тең. 28 тең 28 деп көрсетіп қоямыз. Келесі 6-шы тапсырмада сынық сызықтың ұзындығын тап дейді. Балалар, сіздер сызғыштарыңызды алып, мына сынық сызықты өлшей қойыңыздар. Яғни 2 см, 3 см, 4 см және 1 см-дің қосындысы бізде барлығы 10 см. Сынық сызықтың ұзындығы 10 см-ге тең болып шықты. Келесі көліктің жол жүру кестесін зертте дейді. Бұл жерде есеп құрастырып көрейік. Шығу уақыты 13 сағат 15 минут болса, жолдағы уақыты 8 сағат болса, келу уақыты нешеде болады? Ендеше 13 сағат 15 минутқа 8 сағатты қосайық, сонда 21 сағат 15 минут. Автобус 21 сағат 15 минутта келеді екен. Келесі тапсырмалар бойынша да осылай есептер құрастырайық. Яғни бізде машинаның жаңағы жолдағы уақыты 1 тәулік, яғни 24 сағат екен. Келу уақыты 18 сағат 30 минут болатын болса, бұл жерде 1 тәуліктен 18 сағат 30 минутты азайтамыз. Яғни 6 сағат 30 минут бұл жерде шығу уақыты, сонда 18 сағат 30 минут екен. Яғни жеңіл көлік 18 сағат 30 минутта шықты деп айта аламыз. Келесінде ауызша айтып жүрейік. Шығу уақыты, яғни 20 сағат, келу уақыты 22 сағат, жолдағы уақыт белгісіз. Бұл жерде 22-ден 20-ны азайтамыз, 2 сағат. Яғни ұшағымыз 2 сағат ұшты деп жаңа жауап бере аламыз. Келесі тапсырма бізде 8-ші тапсырмада амалдарды орында дейді. 3 тәуліктен 82 сағат пен 34 сағатты азайтқан кезде 1 тәулікке тең, 4 центнерден 300 килограммды азайтқанда 1 центнерге тең, 8 центнерден 36 килограмм мен 64 килограмм қосындысын азайтқан кезде 7 центнерге тең. 3 метрден 10 дециметр мен 3 дециметрдің қосындысын азайтқанда 17 дециметрға тең болады. Келесі бізде әріптерден сөздер құрастыр, артық сөзді тап дейді. Бірінші сөз литр, сағат, метр, центнер және қосу деген сөз шықты. Бұл жерде артық сөз әрине қосу. Біздер шамалар туралы айтып жатырмыз, ал бұл жерде қосу сөзі артық болып шықты. Қазақтың байырғы уақыт өлшемдері сүт пісірім, бие сауым, ет пісірім, сәске түс, шаңқай түс және тағы басқа сөздерді қолданған екен. Ол кезде қазіргідей сағат болмағандықтан уақыт өлшемдерін сүт пісірім уақытта болды, ет пісірім уақытта келді деп олар өздерінің сөздерінде осылай қолданған екен. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналымызда тапсырмаларды орындау түсінікті әрі нақты болған болса, ұнаса каналға тіркеліңіздер, подписаться батырмасын басып лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.